Кайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сметанник пирогын дайындаймыз. Алдымен біз песочный тесто дайындап аламыз. Ол үшін таза құрғақ ыдысқа бір жұмыртқаны саламыз. Оған 100 грамм қант қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде осындай венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен араластыруға болады. Ол өз қалауларыңызша тек қана қант жақсылап ерігенше араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Сары майдың проценті бұл жерде жоғары болуы шарт емес. 60% сары майды да қолдануға болады. Тек қана майыңыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Араластырған кезде жақсы ериді. Ұнымызды алдын ала илеуіштен өткізіп аламыз. Бұл өте маңызды, себебі илеуіштен өткізбесеңіз, сіздің пирогыңыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Оған разрыхлитель қосамыз 10 грамм. Одан кейін ұнды осы май мен жұмыртқаға салып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз тым қап-қатты немесе тым жұмсақ бұлжырап тұрмауы керек. Бір қалыпты орташа болуы қажет. Егер де қатты болып кетсе, онда ол формаға салған кезде жазылмай қояды, ал жұмсақ болып кетсе, онда жабысып берекен алады. Сол себептен осындай қолға жабыспайтын қамыр болу қажет. Осыны 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Біздің қамырымыз пока холодильникте тұрғанша салмасын дайындаймыз. Бізге ол үшін 2 жұмыртқа қажет, және де 200 грамм қант қосамыз. Екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай аппақ пена болғанша миксерлейміз. Одан кейін қаймақ қосамыз. Біздің қаймақтың проценті 20% болу керек, және де міндетті түрде магазиннің қаймағын қолданамыз. Үйдің қаймағымен пирог дұрыс шықпайды. Қаймақты салып, осылай лопатаның көмегімен астынан үстіге қарай араластырамыз. Яғни біздің жаңағы көтеріліп тұрған жұмыртқамыздың массасын жоғалтып алмас үшін осылай астынан үстіге қарай араластырасыз. Осындай жидкий масса шығады. Енді формамызды алып, холодильниктен нанымызды алып шығамыз. Форманың астына май жақпаймыз, себебі біздің қамырдың құрамында өзінде май бар, ол жабыспайды. Қамырды алып, осылай формаға орналастырамыз. Тегістеп, біркелкі қылдырып, барлық жері бірдей болу қажет. Шеттерін қатты қалың қылмаймыз. Бір қалыпты қылып орналастырамыз. Қамырдың астыңғы жағын вилкамен тесіп қоюға да болады. Оған салмамызды құйып, өзіңізге ұнаған жеміс түрін қосуға да болады. Мен бұл жерде қарақатты пайдаландым. Сіз малина немесе басқа да жеміс түрін қосуға болады. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоясыз. 160 градуста 1 сағаттай духовкаға саламыз. Біздің пирогымыз пісті. Піскеннен кейін 2 сағатқа холодильникке қойып суытамыз. Әбден суығаннан кейін барып қана формадан аласыздар. Суымай тұрып формадан алуға болмайды. Ол дұрыс кесілмейді. Әбден суығаннан кейін кесіп дастарханға қоюға болады. Өте жұмсақ, аузда еритін пирог, дәмі өте керемет. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.